Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сүзбеден сочники дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сүзбені жақсы көретін жандарға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Видеомды соңына дейін көріп, мені қолдап арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдымен қамырын дайындап алдым. Жұмсақ сармайдың үстіне ұнымызды қосып, ұнтақ дайындаймыз. Сармайымыз бөлме температурасындағы жұмсақ сармай болатын болса, тезірек ұнтақталады. Сармай мен ұн осындай үгітіндіге айналады. Енді үстіне құмшекер қосып араластырамыз. Бір жұмыртқа және қаймақ қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Барлық құрамның мөлшерін әпсенеге қалдырып кететін боламын. Сонымен қатар менің арнамда көптеген ерекше тағамдар, түрлі тәттілердің рецептері өте көп, кіріп көрсеңіздер болады. Қамырды илеп болдық, осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Одан соң үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, осы қамырымызды бірнеше бөлікке бөліп шығамыз. Қамырдың әр бөліктерін дөңгелектеп қойып, салмасын жасауға кірісеміз. 300 грамм сүзбенің үстіне тек жұмыртқаның сарыуызын ғана қосамыз. Одан соң 3 ас қасық құмшекер және 1 ас қасық қаймақ қостым. Үстіне ұн қосып, кішкене араластырып алдым. Кейіннен блендермен осылай езіп шығатын боламыз, сонда біздің салмамыз бір келке болып шығады. Салмамыз дайын, енді қамырымызды кішкене дөңгелек етіп жайып, арасына 1 ас қасықтан творогты салып, видеодағыдай бір бөлігін бүктеп, шетін кішкене жабыстырамыз. Егер қамыр қолдарыңызға жабысып жатса, кішкене ұн сүйіп жіберсеңіздер болады. Осылай бір бөлігін бүктеген кезде кішкене салмамыз көрініп тұрады. Қамыр жұмсақ болғандықтан оқтаусызда өз қолдарыңызбен жая берсеңіздер болады. Барлығын солай түйіп шығып, пергамент қағазға арасына алшақ етіп орналастырып қоясыздар. Үстіне бір жұмыртқаның сарыуызын және сүтті араластырып, бетіне жағып шығамыз. Печеньемізді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осылай сарғайып пісіп шықты, енді оның үстін сахарный пудрамен сеуіп сәндесеңіздер болады. Осымен сүзбеден жасалған печеньеміз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Егер сүзбені жақсы көрсеңіздер, осы тәттіні міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.